Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің зерттеу алаңымызда Балерке шағын орталығының тәрбиешісі мен Қонақбаева Бануаканна және Жанатбек тәрбиелейсіз. біздің бүгінгі зерттеу алаңымыздағы зерттеу жұмысымыз жұмыртқаны зерттейміз. Тәмелис кәнеке айтып жүр, біздің бүгінгі зерттеуімізге қандай заттар қажет екен? Жұмыртқа, қасық, стакандағы су, және тұз қажет болады екен. Енді бірінші стакандағы суымызға Тәмелис бір жұмыртқаны салып көрейікші. Не байқадық? Тәмелис, жұмыртқамыз не істеді? Судың түріне батып кетті, өйткені бұл жерде жұмыртқаның тығыздығы судан жоғары болып тұр, судан жоғары болғандықтан судың түріне жұмыртқамыз батып кетті. Енді екінші стакандағы суымызға бір ас қасық тұз салып көрейікші, Тәмелис кәнеке. Тұзын саламын. Толтырып саламын. Саламын. Тағы да саламын. Толмай қалды стакан. Енді араластыра ғой. Араластыр. Тұз ерігенше араластыра ғой. Тұзымыз ерейін деді, Тәмелис. Енді екінші жұмыртқаңды алып, осы тұзды суға салып көрші. Не байқалады екен? Не байқадың, Тәмелис? Жұмыртқамыз не болды? Судың түріне жоқ, судың бетіне шықты, Бірінші стакандағы жұмыртқамыз астына түсті, мынау жұмыртқамыз судың бетіне шықты. Неліктен бұлай болды? Өйткені тұзбенен жұмыртқадан гөрі тұздың тығыздығы, судың тығыздығы жоғары болды, тұзды судың тығыздығы жоғары болды. Енді үшінші стаканымызға 3 ас қасық, мөлшермен 3 ас қасық тұз салып көрші. Салып. Біреу. Санай қой. Толтырып сал. Сал. Екеу. Тағы қасық сала ғой. Толтырып сал ғой, Үшеу, 3 ас қасық тұз салды. Осыны жақсылап араластырайық, Енді үшінші жұмыртқаңды осы суға салшы, кәнеке, Тәмелис. Сала ғой. Бұл суда жұмыртқа не істеп тұр? Қозғалып тұр, Тәмелис? Өйткені бұл стакандағы су, тұзды суменен жұмыртқаның тығыздығы қандай болды? Бірдей болды, тең болды. Сондықтан бұл стакандағы суымыздың ішіндегі жұмыртқа қозғалып тұр, Енді, Тәмелис, міне бүгінгі зерттеу жұмысымыз аяқталды.